Тымболова Алтынай Оразбекқызы, жоғары оқу орнының үздік оқытушысы, 2017 мемлекеттік гранты иегері. 1989-1995 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген. 1996 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тілі кафедрасында ассистент болды. 1997 жылдан бастап аға оқытушы болып еңбек етеді. 1999 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде тұрақты тіркестердің құрамындағы мағынасы күңгірттенген компоненттер атты тақырыпта филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін қорғайды. 2010 жылы драмалық шығармалардың лингвопоэтикасы атты тақырыпта филология ғылымдарының докторы дәрежесін қорғады. Алтынай Оразбекқызы Тымболова тіл білімі бағыты бойынша 200-ден астам ғылыми әдістемелік мақалалардың авторы. Thomson Reuters, Web of Science, Thomson Reuters, Edge компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт факторға ие халықаралық ғылыми журналдарда 6 мақаланың, 3 монографияның, бірнеше оқу құралдары мен әдістемелік еңбектердің авторы. Алғыс хаттары. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің қолымен расталған сертификат иесі, Білім және ғылым вице-министрі Суханбердиеваның алғыс хаты. Алматы қаласындағы Иран Ислам Республикасының мәдени өкілдігінің алғыс хаты. Алматы қалалық тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама басқармасының алғыс хаттарына ие болған. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті рейтингісінің қорытындысына сәйкес факультет декандары арасынан 2-ші орын иеленгені үшін университет ректорының қолымен расталған куәлік алды. Алмалы аудандық нөмірі 6-шы округ бойынша қалалық мәслихат депутаты Нүкетаеваның алғыс хатымен марапатталды. Сонымен қатар халықаралық таңжарық зерттеу қоғамдық қорының алғыс хаты және Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры Баймырзаевтың қолымен расталған алғыс хатын 2017 жылы алды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультеті деканының алғыс хатына 2020 жылы ие болды. Жүсіп Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университетінің разычылық хатын алды.